адамдар ойлап жүр, бұл банктың заказы, бұл жоғардан біреулердің заказы деп да. Олай емес. Ол ешқандай госмекемеден жаңағындай біздің тарапымызға зияны жоқ. Ешкім ешкімді заказ берген жоқ. Бұл жерде тек қана біздерде ең басында сараптама бергенімізде бір топ адамның не ретінде обида дейді ғой, жаңағыдай обида, кек бар, сосын зависть, көремаушылық. Яғни осы контекстің ішінде жүріп жүрген бір іс дейді. Өйткені ұзақ болып жатыр дейді. Яғни қалай ұзақ болып жатыр? Ол кісі айтты, 7 айдан бері, приблизительно 7 ай біздерде жауап салғаннан бұрын, 7 ай бұрын біздерге қарсы бұл істер жүріп жатыр. Яғни длительный и анандай жайлап арандату болды ғой. Сөйтсек, енді 1 жылдан бері екен. Бүгін білдік, 1 жылдан бері. Сонымен қатар бүгін біздерге бір аққа құдай жақ демекші қазақта сөз бар ғой. Аллаға шүкір, біздің жақты өзіміздің үлескеріміз сол Кереевтермен, Палевтермен байланысқа шыққан екен. Сосын біраздан бері олармен жұмыс істеген екен. Өйткені олар не істеген, оған ақша бешет еткен. Сен қазір біздермен арыз жазып, бізді жаңағыдай кавычка кооперативті тапить етуге көмектес, біздер саған ақша береміз. Ал Кереев өзі сұраған 130 миллион теңгесі бар, білесіздер, иә? Сол 130 миллионын аламыз деп жаңағындай ақшаны кооперативтің өзі бөліп алған екен. Және те қанша адам оларға көмектеседі, әрқайсысына минимум 3 миллион теңгеден берем деген де ақпарат бар біздерде. Оның бәрі бұйыртса бүкіл олардың тарапынан сөйлеген сөздермен, доказательство жаңағындай дәлелдермен менің прямо эфирімнен кейін болады. Сайлауға қойып, соның кандидатурасын мен неге шығардым? Председатель кооператив қылдыруға. Сөйтсем, ол 1 жылдан бері кооперативті құлату үшін әрекет істеп жүр екен де, қатын екеуі. Және те Палев бар, және те Азизов бар, және те тағы да адамдар бар. Оның бәрі біздерге белгілі. Номерлері, телефондары.